қазір біз Бекет ата мешітіне қарай түсіп жатырмыз. Бұл жерде жердің аты Оғлан деп аталады. Бекет атаның негізі 5 мешіті бар дейді, салынған. Соның ең бір маңызды өзінің жерленген орны осы жерде, осы Оғланда. Орын енді мынау өте бір жаңағы мына келудің өзі қиын. Сондай бір болған, қазір енді бәрін жол салып қойған. Соның өзінде біз енді бір 3 шақырымға жуық жүретін жарымыз. Бұл жерде енді көбінесе мына арқарлар жүреді. Таудың өзінің құрылымының өзінің бір орналасуының өзінде бір мән бар. Яғни бұл жердің белгілі бір мынау көкпенен жермен жалғасатын орындары. Бұл кезінде соны Бекет атаның өзі Құдайдың көрсетуімен осы жерден пеш салғанның өзінде мән бар. Бұл жерге жұлдыздың үнемі сәулесі тұрады. Яғни халықтың бұл жерден осы шығып түскеннің өзінде де осы нұрменен шомылады, тазарады. Жалпы біздің барлық қуаттарымыздың өзі негізгі 5 қуаттың негізі осы таумен байланысты. Яғни таудан пайда болады, тауға тартылады, тау арқылы біз тазарамыз мінекей. Сосын мына судың өзінде мына таудан тастан шығатын ол енді ғылымда да дәлелденіп жатыр ғой. Сондықтан енді қазіргі біздің мақсатымыз Бекет ата басындағы қаншама адамдар келіп жатыр, қаншама адамдар бұл жерге өздерінің ластықтарын тастап кетіп жатыр. Бұның бірақ енді ол солай болу керек, жалпы тазару орындар. Бірақ осыған енді міндетті түрде бұрынғы біздің әулиелік жолымызды ұстанған, сахабалар жолын ұстанған, осы біздің діншілеріміз, мейлі тарихатшы болсын емес, бұлар үнемі зікірмен тазартып кету керек еді, тазартып отыру керек. Енді жетісіне бір болса да. Бірақ ондай атқарылып жатқан жоқ. Сондықтан қазір көп әулиелердің бастары былғанып қалып жатыр. Бізге сол аманат түсті Астанадан. Түнде енді кештеу келді ұшақпенен. Енді қазір сол таңертең ерте бұл жерден зікір арқылы біз сол мына нұрдың көзін ашуымыз керек. Яғни нұрдың көзін ашу деген біз ол Алланың беретін нәсібі ғой. Яғни Алланың нәсібін біз өз жерден аламыз. Өзімізге лайықты. Сол бізге лайықты нұрдың қуаты үнемі сол кезде біраз уақытқа дейін өз жерден шығып тұратын болады. Сондай мақсатпенен біз енді тобымызбен жерге келіп жатырмыз. Құдай қаласа қазір зікір оқылады. Сонан кейін бұның енді тағы да өзінің хикметі болу керек. Бұл хикмет қандай хикмет? Бұл осы Маңғыстау өңірінде біраз әулие әмбиелердің бастары ояна бастайды. Яғни бір қозғалыс болады. Ол деген сөз Алланың алдына біздің ата-бабаларымыз әулие әмбиелер ұсынады. Мінекей қазақ халқы мына қазір осындай дәрежеге, тақуалық дәрежеге, мындай нұрды қажет ететін дәрежеге көтерілді деп, сонымен нұрдың қуаты артады. Бұл маңайлар өзгерістер болады, халық шамалы ояна бастайды, рухани. Осындай бір егерде біз сияқты осындай топтардың бір 15-20 болса, әр жерде өзді тазартып отырса, біз қазақ халқы әлде қашан үлкен бір жетістіктерге жеткен болар еді. Ал енді қалған тірегі бір. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu miranın azmani الذي لا يمنع من جعل الوسواس الخناس
Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu Allahu es-semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Вертолет қонатын жер екен. Назарбаев негізі келгісі келген екен осында. Бірақ қона алмаған вертолет. Яғни бұл жеріне жақындап келгісі келген ғой, сондықтан ол да кәдімгі адамдар, біз қарапайым адамдар сияқты былай айналып келуге мәжбүр болған. Айдаһардың көзі, мұрны бар екен ана. Құс сияқты да? Бас жағы. Міне қылған. Енді ана жерде тағы ана. Насылой. Тұрғын қылған деген мына жерде адамдар оны тіреп қойған. Анда былай қарағанда насылой келеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слой көріп тұрмыз жерде.